Tezek tutib 7 o'qishi, ya'ni endi 5 o'qishi qoldi. Qani ki o'qishlar tezroq. Qolgan shu o'qishni kimga tera olmaydi tezligingizda. Tezroq bosingizlar. Qancha deganda bosib qo'yingizlar. Yaxshi, endi o'qishlar tezroq. Recording in progress. Tane bir okuş kaldı. Bize teklemizde. Okuş var. Kimse geri olmaz. Aynı kadar. Yani okuş başlayın zaten. Okuş var. Her bir sınav 10 sınav verilip, her bir sınavda 10 sekunddan vaqt beriladi. Tez etib vaqtni unumli foydalanamiz. Al başlayın. Sınavlar sizlerge o'zingizning telefonlaringizga qo'yib turasiz, o yerga beriladi. Men bu yerdan hozir liderlarni qarab o'tiraman, және de sınavda kim dұрыс javob beradi, so'ning qo'rqisini qarab o'tiradi bo'ladi. Birinchi undan Hebrat alda keladi, bir sınavda dұрыс javob berdi. Qolganlarni tez belgilaymiz. So'roqlar asal qiyin emas. O'zimiz o'tgan o'sha transferli rejimda, rejimda rejimda o'tgan savollarga kelishimiz bo'yicha. Yaxshi. Hebratning adın sezimli isbadimligi Ramazon men Hebrat qo'shmasida keladi. Qani Nazim Malika ko'rgan Do'stpo'lat belgilaymiz. Size birinchi so'roq filmga hajatda transferni qilamiz. Ikkinchi so'roqimiz qaysi rejim so'ngdan qo'yiladi. Uchinchi so'roqimiz kimga durs bo'lgan filmni aniqlaymiz. Tezlik. Birinchi o'rinda aqllantiradi. Yaxshi. Do'stpo'lat ko'rgan sizlar belgilaringizga tezroq. Hayatdan bilmang. Tezroq o'qishlar. Qanday so'roqni tushuntiradi? Yaxshi, kerak. Tezroq. Так, 10 sekunddan аяқтаймын. Үлгеріп беріңіздер. Al, bәріміз бітірдік па? Жақсы оқушылар, мен аяқтауды басамын. Берген уақыт аяқталды. Телефондарыңызды шетке қойып қойыңыздар. Әзірге бізге керек емес. Бірінші орында Рамазан, екінші орында Ақылжан, үшінші орында Керемет қарайсыздар. Қазір мына жердегі қорытынды балдарға қарап өтейік. Жақсы. Бізде бұл жерде Рамазан 7 балл болған. Рамазанға
Ramazan, siz bak, 7 bal жинаған. Жақсы, Рамазан сізге 2 бал беріледі. Өзіңіз алдыңызда 10 граммда бағалау болады. Бізде кім неше бал жинағанын және сіздер айтып отырсыздар мен. Ақылжан 5 бал, Аружан 5 бал бар екен. Ақылжанға 1 бал, Аружанға 1 бал. Әлихан неше бал алдыңыз? Тезірек айтып отырсаңыздар. Сіздерге шығып тұрады. Малика 4 бал. Малика, Назым, Алиханға 1 бал береді. Қалғандарымызға бал есептелмейді, өйткені 3-тен төмен. Малика, Назым және Алихан, иә? Жақсы, әзірге осылай. Енді оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыз бұл экологиялық туризм. Біз бүгін оқушылар қараңыздар, осы маршрут бойынша эко саяхатымызды бастаймыз. Яғни Қазақстандағы экологиялық туризм дегенде, жалпы бүгінгі сабағымыз грамматикалық тақырыбы қандай, осы сұрақтарға қазір жасанды интеллект көмегімен жасалған видео арқылы жауап аласыздар. Мұқият тыңдаңыздар. Қайырлы күн, менің жас достарым. Біз бүгін сіздерге туризм деген не және экологиялық туризм тақырыбында сөйлесетін боламыз. Туризм француз тілінен аударғанда серуендеу, жол жүру деген мағынаны береді. Яғни адамның бос уақытында демалу не рухани мақсатта жақын немесе алыс жаққа серуендеп, қыдырып бару туризм деп айтамыз. Экологиялық туризмнің жаңадан пайда болған және қарқынды дамып келе жатқан түрі. Басты мақсаты қоршаған ортаны сақтау, экологияны қорғау. Балалар экотуризмнің не екені түсінікті болды деп ойлаймын. Ал енді сіздерге қабаттасып қойылатын тыныс белгілері жайлы ақпарат бере кетейін. Мұқият тыңдап алыңыздар. Кей кезде сөйлемнің айтылу ерекшелігіне қарай тыныс белгілері қабаттаса қолданылады. Солардың бірі жалғаулықсыз салалас құрмалас сөйлемдер. Мысалы, жалғаулықсыз қарсылықты құрмалас сөйлемнің арасында бірақ деген сөздің орнына үтір мен сызықша қойылады. Мысалы, көңіл келмейді, амал не? Және тақырыпқа сай тағы бір мысал келтірейік. Маған Швейцария қатты ұнайды. Өзіміздің Бурабайға жетпейді. Бұл жердегі үтір мен сызықша бірақ сөзін алмастырып тұр. Сонымен балалар, бүгінгі тақырып сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ендеше тақтаға назар аударып, тапсырмаларға кезек берейік. Жақсы, оқушылар, енді бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы осы экологиялық туризм. Енді оқу мақсаты мәтін бойынша перифраза тәсілдерін қолданып сұрақ тапсырады, сөйлем соңында қабаттасып қойылатын тізбектерін дұрыс қолданады. Жалпы осы оқу мақсаттары бойынша біз сабағымызда тапсырмалар орындаймыз. Енді оқушылар, алғашқы біздің тапсырмамызды бастамас бұрын бізге қазір перифраз деген ұғымды еске түсіру керек болады. Перифраз дегеніміз не еді? Айта қойыңыз. Бір сөздің ойын ауыстырған бірақ сол сөзді қайдан. Жақсы, сіз айта қойыңыз. Сөзді нақтайды, оны сипаттап, мағынасын Сақтап, сақтап алмасын. Жақсы. Кім мысал келтіріп бере алады? Мысалы, сіз аң патшасы деп не айтамыз? Аң патшасы деп, мысалы, аң патшасы орманда жүр десе, сол жерде арыстан екенін сізден көз алдыңыз. Қазір перифраз дегеніміз бұл заттар мен құбылыстарды тура атын атамай, оларды айрықша белгілері арқылы сипаттап беру. Түсінікті ғой. Жақсы. Енді бірінші тапсырма былай. Мәтін бойынша негізгі ақпараттарды жинақтап жазамыз, перифраз тәсілі арқылы сұрақтар сұрастырамыз. Алдарыңызда оқушылар сіздердің мәтін берілді. Қараңыздар, мына мәтінді таратып алыңыздар. Алдарыңызда табиғатты сақтайтын саяхат деген мәтінді таратып алыңыздар. Осы жерде оқушылар сіздер бір негізгі ақпаратты тауып дәптерлеріңізге жазасыздар. Одан кейін алдарыңызға нұсқаулық ретінде перифраз тәсілі арқылы сұрақтар құрастыратын әдіс тәсілдер беріліп тұр. Соларға назар салып, сіздер осы мәтін бойынша маған қазір перифраз тәсілі арқылы 3 сұрақ тапсырып берулеріңіз керек. Түсінікті ме тапсырма? Тапсырма түсінікті болса, оқушы тапсырмаға 6 минут уақыт беріледі. Мәтінмен танысып, шағын ғана мәтінмен танысып, тапсырманы орындаймыз. Ал бастайық.
Vaqtimizni tiyimli foydalanamiz. Osmanlı boyunca Manusov iya. Kelimelerden boyunca kelimeler olan bilgileri. Betul. Salah sifat tamam kelimeler. Size bu son sayınızda sıkıntı diye langsung. Al. Çok tekrar başlasın bu arada. Böyle negizli akbarat çayda bu. Hech qanday javob beramiz. Xizmetni qaray perifraza qilinadi, sifat tamom perifraza qilinadi. Matn tushuntiringizga matn жалпы Қазақстанның экологиялық туризмі жөнінде, және де біздің мынау көрікті туристік аймақтар жөнінде сіздерге мәтін ұсынылған. Осы мәтіндегі ақпараттарды жалпы оқып есте сақтап алуға қазір топтық жұмысымызда керек болады. Оқушылар бір жарым метр уақыт салды. Түсінбеген жерлеріңіз болса сұрайық. Ұмытып қалған жерлеріңіз болса, еске түспей жатқан жерлер болса. Бізге бұл экологиялық туризмнің екінші сабағы ешқандай да бір жаңа ұғым, жаңа теориялық ешқандай грамматикалық тақырып жоқ, барлығы да сол еске түсіру, өткенге оралу. Ол қызыр, жақсы, болсаңыз оқи қойыңыз, құжаттарыңызды. Бастай қойыңыз, сезім бастай қойыңыз, сосын да бастайсыз айтты, иә? Жақсы. Так, бұл жерде сіз қандай перифраз қолдандыңыз? Қызметіне қарай. Сұрағыңыз? Мен сөз, кімдерге, әкесі, қой. Бұл
Bu yerda qaysi so'zni belgilazimga almashtirdingiz? Tabiatda jiranani topdi. Charchas ara yurishlarimiz. Suku karena dasar karena saya masih Alright. Suhu kurbanada ya. ini bergetar sesuatu. Jadi onun cevabı bizim Jasın javob berishim kerak. Так biz bu yerda eskirtib negizgi apparat nima qilasiz? Negizgi apparat bir apparat. Odan keyin belirli narsalarni ishtirok qilishlarni ta'lim yegi bor. Sizga suratlaringiz bor, va apparat shunday jasın dush bor sizga. Tak kim ta'lim bo'ldi? Qaniki tezroq asl o'yingiz. After oxlamak olsak deb qayerimiz toplaydi. Hayır, bu yerda siz belirli narsalar qayerda bo'lamiz? Oxlamak olsak shunday. Telefonu qanday chizganmiz professional? Öyle ağlamam. Ali Altav'ın aslanın talasından şundar bir olsun. Cası kelime tağım veriyoruz. Nasıl öğrenmiş gibi Cası ayağının çocuğu gibi. Cası. Ne güzel paranız var mı? O yüzden olmuş. Cası. Evet. Işrağımızda var. Cası olur oynuyor. Tarihe. Çok şey tabii konuşuyoruz. Hayır. Burabaydım. Jasi ko'kshidog'ning ko'kshigini sayohat tanib desak, misol o'zida Qo'raboy deb qolamiz. Jasi kelamiz. Tag'i jonivorlarda davaning kerak. Jasi endi o'sha so'ramiz edi. Matematika negizgi apparat bor Jasiga. Jasi tag'i bo'ldi. Qani tezroq o'qib vaqtimiz hayotda bizga o'yinimiz ibrat suvi ko'paynaveradi jahon so'lda hayotda o'rnashdi. Men suvi ko'paynaveradigan qo'shim Jasi o'zida matnda bergan iflos oldinda jasi ag'ray qo'shimchalar qo'shimga qayerda suv mana aytib o'tdi odan keyin suv ikki yo'lga chiqib Yaxshi. Bo'ltiramiz, bo'ltirib olmaylik. Ta'lim o'qiydi. Ya'ni o'quvchilar tezda o'yinlar. Kim aytadi? Kimga qiyin o'qitadi? Siz ya'ni tushunasiz. O'qiymiz. Ekologiya turizmdan basmasdan o'yni Bu yerda bir tasavvurimiz. Qanday o'zimiz qanday bo'lganimiz. Basmasdan ayni shuyni zan Yaxshi, majidi endi siz majidi Alimning yuragi deganda filtrasiya qolamasingiz-ya. Qo'ymi? Yaxshi, yaxshi. Tag'i bo'ldi. Qanday? Qaysi vaqtda qanday kerak? Tag'i bu o'qiymiz. Nasıl yapılacak her şeyde sürekli o koşulların nasıl jelebince sıfatları da oluyor. Cereyanın korkunç söz Türkiye'si sıcak hastalığı var. O can canavarlarının tabi altında düşüyor. Cerana'nın ko'rgida siz nima aytamiz shunda? Yer betidagi javoblar hayot kompyuter hozir o'sibdi, to'g'ri aytsa bo'ladi. Yaxshi. Negizgi apparat aytibdi. Yaxshi. Qani o'qib Nasıl canlı olur zaten. Ben yeni anlamadım. Yaxshi. Bo'ldi, matndagi sifat bo'ladi. Qaraylikchi. Çünkü yüzünde bir harcını sürekli. Qayerda o'qiysiz? Özümün kiyimde, özümde bir harcını sürekli. Sizlar qayerda suratdagi bor. Kelishamiz.
Өзіңнен кейінгі ізіңді қалдырма деп бұл жерде қоқыс тастама деген сияқты. Яғни өзіңнен кейін лас қалдырма деген сияқты. Ары қарай. Жасыл әлемнің жүрегі деп мәтіннің егі апат. Жақсы. Отыра қойыңыз. Жақсы. Оқушылар тағы ары қарай кім аяқтады? Мына жерде оқушылардың балдарын қойып жүрген. Так. Қалғандарыңыз тездерге аяқтап қойыңыздар. Сіздер бұл жерде дебратқа мен неше балл бересіз? 2 балл бердім. Ары қарай. Дария оқыды, иә? Дария сізге 3 балл бердім. Аха, дос болады сізге? Жақсы. Сосын сезім оқыдыңыз, иә? Сезімге 3 балл бердім. Сабы сізге бердім, иә? Рамазан ба, иә? 2. Аха. Малика сізге? Маликаға 3 балл. Жақсы, керемет. Қалған оқушылар кәдімгі балл алмаймыз ғой бүгінгі сабақта. Сіздер еңлік қой, иә? Еңлікке 3 балл. Қарайды, кезекіңіздер. Тағы кім оқиды? Оқушылар уақытыңыз үнемде кезекке қазір уақыт өтпей қалады. Аха. Жануарлар деп, иә. Тағы мәтінге келсек, аха. Тағы. Жасыл әлем, сіздер сол сәтіндегі телевизор тегіңізде жақсы шығып, дәпті тағы кім болды? Әне, сіздерді орындан шығып, жай қалғандар сіз сол беріңіз. Қалғандар. Аға, жақсы, тағы да негізі мәтінде көп еді ғой, керек жаздар. Неге қалады? Жақсы. Так, сіздер оқи қойыңыз. Дауысын шығарыңыз. Тағы. Тағы не жерде? Тек бір сұрақтың жақсы. Так, балаларымыз бойынша Рамазан сізге неше балл қойды? Қасен Рамазан? Сіз жаңа оқыдыңыз ғой, жақсы. 3 сұрағында оқыңыз, керемет. Тағы кімге балл қойды? Айтып отырыңыз. Так, Назымға 3 балл қойды ме? Көркем сізге? Көркемге 2 балл қойды. Тағы кім оқиды? Так, 2 балл. Ақылжанға 2 балл қойды. Алиханға 2 балл? Аха. Так, бәріңізге балл қойды ғой, иә? Жақсы, оқушылар, олай болса келесі біздің сабағымыз бойынша маршрут алдастырайық. Келесі маршрут бізде қараңыздар. Көлсай көлдеріне келіп жеттік. Яғни біз бұл жерде топтық жұмыс орындаймыз. Топтық жұмыс бұл жерде тапсырманы қазір жүйе арқылы сіздердің достарыңыз түсіндіріп береді. Яғни сіздердің жүйе арқылы жасалған бейнелеріңіз тапсырманы түсіндіріп береді. Ол жерде тапсырманы мұқият тыңдап алыңыздар. Әр топқа жан-жақты тапсырма беріліп, соған сай сіздер қазір қасымды салалас сөйлемдер мен қабаттасып қойылатын тыныс белгілерін қолданып тапсырманы орындауларыңыз керек. Түсінікті ғой? Бұл жерде бағалау критерийлері қараңыздар, ескеріңіздер. 4 балл тыныс белгілерін дұрыс орынды қолданғандарыңыз үшін және қалаулы қасымды салалас сөйлемдерді орынды қолданғандарыңыз үшін қойылады. Енді тапсырмаға назар салайық. Мұқият тыңдаңыздар. Сыныптастарым, қалай? Шаршап қалмадыңдар ма? Ендеше келесі тапсырмаға көшейік. Қазір Малика мен Назым сіздерді топтық жұмыстың ерекшелігін таныстыратын болады. Мұқият тыңдап алыңдар. Бірінші топқа тапсырма. Гид ретінде келген туристерге туристік аймақты танысты. Таныстыру барысында қарсылықты салалас сөйлемдерді қолданып, табиғаттағы қарама-қайшылықтарды көрсетті. Мысалы, бұл жердің табиғаты өте көркем, өтір және сызықша. Адамдардың мәдениеті соған сай болмай тұр. Екінші топқа тапсырма. Гид айтуы мүмкін сөздерге қатысты сұрақтар мен пікірлерді айтыңдар. Пікірлерінде міндетті түрде таңырқау немесе өкініш эмоциясын білдіретін қабаттасқан тізбектерді қолданыңдар. Мысалы, былай: шынымен де осындай сұлулықты сақтау соңы оншалықты қиын ба? Керемет табиғатты өз қолымызбен жойып жатырмыз. Бұл тапсырмалар бізге ешқандай қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Олай болса, бірігіп осы тапсырмаларды орындап тастайық. Ал, сәттілік. Жақсы, неге достарымыз Көлсай көліне барып сіздерге сәлем жолдап тұр. Енді тапсырма түсінікті болды ма? Алдарыңызға мынандай
параққа таратылды. Және де керекті ресурстар берілді. Осы бойынша ұйымдасып, топты жұмыс жасаңыздар. Сіздер бірінші топ, сіздер гид боласыздар. Яғни кез келген бір мына туристік аймақты суреттеп бересіздер. Ал сіздер кім боласыздар? Турист боласыздар, дұрыс айтасыздар. Турист ретінде гидке қандай сұрақтар қойылады, және де біз қандай турист қандай сөздерді айтуы мүмкін. Мысалы, табиғатқа тамсанып қандай сөздер қолдану мүмкін. Сол жерде қалыптасатын принциптерді қолданыла ма? Сол жөнінде сіздер қазір мына жерге әдемілеп туристтің сөздерін жазасыздар. Жарай ма? Мына жерге табиғат жөнінде тамсанған сөздер айтсаңыздар болады. Одан бөлек сұрақтар дайындасаңыздар болады. Қазір назар оқушылар, тақтадағы біздің мына материалдарымыз сіздерге көмегі құрал ретінде керек болады. Яғни мынаны артына шығарыңыздар. Мынау әдемілеп безендіру ретінде қолдансаңыздар болады. Айналасына ручкамен емес, мына қалдарыңызға жазыңыздар. Жарай ма? Сіздерде мынаны жазыңыздар. Және де ақпараттарды жазыңыздар. Топқа белсенді орындаймыз. Емес. Екі оқушы шығып, одан кейін тақтаға шығып қорғасаңыздар. Топты жұмысын тезет орындаймыз. Қанеге ақылдасамыз. Қандай сөйлемдер, әрқайсыңыз бір сөйлемден құрастырып, одан кейін ортаға салсаңыздар болады. Жарай ма? Қандай сұрақтар қойсақ болады, қандай мысалы таңданыстағы сөздерді айтсақ болады. Дәрмен ескертуді ашып қояйық. Тапсырмаға оқушылар 7 минут уақыт беріледі. Тегеніңіздер. Сөйлемдерді жазыңыздар, жарай ма? Одан бөлек сөйлемдерді жазыңыздар. Кәлеге жиыласын. Біреуін жазыңыздар, ортаға әдемілеп туристің сөздерін жазсаңыздар болады, жарай ма? Кемінде бір жерде автобус 5-4 сөйлем жазалысы деген ойдамыз. Өйткені кейбіреулеріңіз написали, жаңадан кетесіңізді. Одан бөлек оқушылар қатесіз мұқият қараңыздар, жарай ма? Өйткені топтық жоспарынан кейін барлығыңызға әсер етеді болады. Иә, қабаттаса ойлатыңыз келеді. Сондай жаңа айтып өттік қой. Жалғаулықсыз қатысты саласында жалғаулық қолданылған кезде біз өтір мен сызықшаны қабаттасып қоямыз. Түсінікті ғой? Яғни мына жердегі сөйлемдерді қайта жазамыз. Мына жерге естіген сіздер де орындаңыздар. Жақсы. Досболат. Кірсеңіз. Өзіңіз алдыңызға бір сөйлем дайындап тұрсаңызшы. Қандай турист ретінде қандай сіздер сұрақтар ойлар мүмкін. Қандай тамсану мақсатында, қандай сөйлемдер айтулар мүмкін. Соны айтыңыздар. Ал сіздер мысалы қандай ережелер айтулар мүмкін. Мысалы ретсіз сөйлеммен қолданатын мынандай нәрсе істеме, мынандай нәрсеге жолауға болмайды деген сияқты. Соның бәрін анықтап қараймыз, жарай ма? Алдарыңызға біздің алматымыздың әдемі туристік аймақтары, экологиялық туристік аймақтары берілген. Соларды таныстырсаңыздар болады. Одан бөлек жаңа өздеріңіз айтып жатқан көкшетау жері, Қолжетпес, соның барлығы берілген. Шағын шатқалы жөнінде. Сіздер де сізге бар ма? Неге сіздер де жарай ма? Бір емес бірнеше жерде таныстырып жазсаңыздар болады, жарай ма? Оқушылар, мына нәрсеге мән берейікші. Жалғаусыз қаңғыл салалар сөйлемдердің орынды қолданылып, және де қабаттаса ойлатыңыз дегендерін міндетті түрде біз сөйлемдерімізде қолдануымыз керек, жарай ма?
Qabatlasa qanday tezliklar o'ylanadi? O'tirgan sirshab bu filmning o'rtasida, ya. Filmning sonunda qanday bo'ladi? Nukta, ya'ni ko'p nukta, ya'ni lek belgisi qo'yiladi. Ya'ni film ko'tarib aytilib, biroq qo'yayotgan ayollar bizda. So'ni bayon bayonlanadi, jaraymi? Yaxshi. Ya'ni Ramazon avratni tuzilgandir. Kim kesildi? Yaxshi. Hozir Tutup ya. Yaxshi. Так, Qur'on qur'on yozmaymiz, niyat qilsangiz bilamiz va qanday yozganingizda, yaxshi, so'ng narsaga nazar solinglar. Hadi taxta yozib qo'yganingizda so'ng narsaga aytib o'tsangiz o'zingizga jaraymi? Yaxshi, jaraymi. Endi siz qanday yozasiz? Mana bu narsalar qayda bo'ladi? Hech qanday Yedi minut vaqtimiz aldı olmuşlar. Yedi minut vaqtimiz aldı olmuşlar. Marşrutimiz bizden. Eko turistik marşrutimiz ayakta olunda zaten. Hozir ko'chaga bo'lyapti, kelajak. Yaxshi kerak. Najerde mendek hozir sariq chaqqonli qayerda ko'riklari bor, sonunda tanzim o'tsangiz bo'ladi. Bari qavatda o'ylasangizlar bormi? Yaxshi, necha qayerda o'rgaydi ekan? Ikki qiz. Yaxshi, kelib o'yinga. Tak, birinchi top, ikkinchi top sizlarda qulog'laringiz o'rtada savol bo'lsa, ya'ni qo'shimcha o'zi yigitlarning aytganida hozir sizlar so'rab tayinlasangizlar bo'ladi, hali hozir. Tushundingmi? Yaxshi, ayni o'tiringizlar. Tak, mana shu stop. Turaveringiz, qaraymi? Ya, so'rab ketdingiz. So'rab bo'lganiga qo'yasiz. Hozirga o'shida turaveramiz. Yaxshi. Al, ya'ni yigitlarimiz söylesin, biz qulog'imizda turaylik. Bizim hazırda kurslarımız okuyorsa yani mesela ormanda daha sonrasında sanırım olacak çiğdemleri bu çiğdem kuzeler oturmalar bize o cezve koymak için zaman oluşumlara da kendine kadar satışlar hep kuzeler Так, qavatasa keladi, transferlayapsiz, ya. Turaqqa qo'yyapsiz, ya. Misoli qanday? Misoli, video ko'rsa bo'lmasa bir kungacha bo'lsa Ya'ni net keraksinga, surat keraksin, ya'ni ko'chaga davosida qo'yiladigan surat keraksin bo'lsa, yaxshi. Ikkinchi oyoqlarga boshlanadi. Sizga mana shu harakatlar qanday ishga qo'yilsa, davomida Bu yerda biz net keraksinga, surat keraksin, satarlar, qavatasa qo'llanasiz. Yaxshi. Yaxshi, film joyida bo'ladi. Qayerda mana bu futbolchilar bilan o'qishga? Sizga mana shu qanday turistlar ko'payib, ko'pincha boshlanadi, ya'ni birinchi filmingizda qanday tasvirlar bo'libdi? Shoh belgisi O'tganda bu yerda bir ishli o'y aytolmaydigan filmda, Tek ko'rsak ko'rganimiz biz boshqa tovar olsak, o'sha yerda ishlar ko'rganimiz, postda turimiz ko'p
Бірақ біз амалымыз не? Біз бұл жерде сызықшаны алып сөйлейміз. Бірақ соны сызықша арқылы бұл жерде сызықша дегенде жалпы мына колонның қасыңғы саласын қолдандыңыз, иә? Жақсы, осы сөйлемнің ортасында қабаттасынан қойылатын конспекциясын жасадыңыз. Қолдандыңыз. Енді сіз оқыңызшы. Тағы. көрсетіп кейін табиғаты көтереміз. Бұл жерде Ол жерде жалғаусыз қазақтар санамыз бұл жерде біздің сөйлеміміз сандық саласы болып тұрған жоқ. Көрсетіңіз керемет табиғаты. Мысалы, бұл жерде бізді жай сөйлем болып тұр, яғни салбас сөйлем болып тұр. Жақсы. Тағы бар ма? Болды ма? Жақсы. Беттеріміздің таныстырылымына қарастырамыз ба, оқушылар? Түсінікті болды ма сіздерге? Көксай жөнінде ақпараттар ала алдыңыздар ма? Жақсы. Енді олай болса сіздерге туристерімізге кезек берсек, сіздер жайғаса қойыңыздар. Керемет, жақсы орындапсыздар. Ал біздер туристеріміз не айтады екен? Кәнеки? Марика? Олай айтады. тек қана демалуға ғана емес, табиғатты сақтап, ластамау, тазалап, әр мемлекеттің өзінің тарихи табиғатын сақтауға тырысамыз. Керемет. Бұл жерде біз керемет қолдандық, әр сөздің Қазақстанның көрікті жерлерін перифраз қолданыңыздар. Енді қабаттаса қоятын сөйлемдерді қолданыңыздар ма? Ал айтып өтіңіздер. Бізде бірінші қойдық. Аха. Бұраға осындай көз айтады, орны бар екен. Өзінде школымыздан бізге Аха, бұл жерде біз осы жерде қабаттасатын көз, мысалы, лектүрлігі және сұрауы. лектүрмен сұрау бересің қолданыңыз. Керемет. Тағы. Және оның қасында біз көз қойдық. Там желі ол бұрабайды. Керемет, бірінші тапсырмаңыздан алып өтсіздер. Тағы, қандай сөйлемдер бар? Су көп әйелі жаққарады. Мына табиғатты байқатуға біз осы жерде үшінші және сұрауы Мына табиғатты байқатыңыз бар. Үш нүкте. Көп нүкте деп айтамыз, үш нүкте деп айтпаймыз. Және сұрау беріңіз. Жақсы, керемет. Тағы, маған дауылсыз қасық саласының сөйлемнің ортасында қойылатын конспектілер бар ма? Жаңа біз егер жалғаулық қолданылмаса, жалғаулықтар қолданылмаса, не қандай конспект қойылады дедік? Түрмен сызықша қойылады дедік, соны қолдандық па? Жақсы, керемет оқушылар. Сіздерге 3 балл беріледі, сіздерге жалпы 2 қолданыңыздар. Осы топқа 4 балл беріледі. Жақсы, отыра қойыңыздар оқушылар. Олай болса әрі қарай енді балымызды қойып шығып, біз қорытынды кезеңге өтсек, Ақылжан, сізде қай топта айтып отырсаңыздар, балдарыңызды шығарайық. Жақсы, Ақылжан. Алихан? Аружан? Аха, Аружан жақсы керемет қолданыңыз. Эмрат, аха, Дарья сіз. Сіздерді достарыңыз әдемі, дос болады жақсы. Еңіліп, керемет қора шықтыңыздар. Бұл Көркем. Көркем, аха, жақсы. Бұл жерде жақсылық сабақта болмады. Марика, сіздер жақсы, Марика, керемет. Марикаға қосымша тағы 1 балл беруге болады. Назым, жақсы. Рамазан бар. Сезім? Жақсы. Енді оқушылар, біз табанымызға, мақсатымызға бір оралып өтейік. Қараңыз оқушылар, бізде табанымыздың мақсаты бұл мәтін бойынша перифералық нәрселерді қолданып сұраққа тұрастырдық па? Бәрін тұрастырдық па? Оны екінші тапсырмада қамтып өттік. Одан кейін сөйлем соңында қабаттасып қойған тәсілін қолдандық па? Жақсы, керемет. Енді оқушылар, мына кері байланыстыңыз. Осы арқылы сіздер кері байланыстарыңызды берсеңіздер, мен соны саралап, сабақ жөнінде жалпы кері байланыстарыңызды білетін боламын. Және де мына жерде маған ортақ балл берді. Сол жөнінде сабақ қаншалықты сіздерге түсінікті болды, сол жөнінде ақпарат ала аламын. Енді оқушылар, сіздер сканерлер өз
Pікірлеріңізді қалдыра беріңіздер. Енді үйге тапсырманы айтып өтейін. Бізде үйге тапсырма менің экологиялық сапарым тақырыбында 5-6 сөйлем жазу перифраз қолдануымыз керек. Үй тапсырмасына дескриптор 2 балл. Енді оқушылар тапсырмаларыңыздың бүгінгі балдарыңызбен мына тақтада көріп тұрғандарыңыздай осы балдарыңыз қойылатын болады. Сіздер қолдарыңыздағы өздеріңіздің бағалау шкалаларыңызды маған аттарыңызды жазып өткізсеңіздер болады. Сабақ түсінікті болды ма бәріңізге? Жақсы, олай болса кері байланысымызды қалдырайық. Үй тапсырмасы бәріне түсінікті ғой? Жақсы, түсінікті болса оқушылар сабағымыз аяқталды. Сабаққа қатысқандарыңызға көп рахмет. Жақсы, мынаған аты жөндеріңізді жазып өткізе беріңіздер маған. Жақсы, қазір интернетті ұстаған кезде жібере салыңыздар. Ол жағы мен мына жерде жалпы баланы қарап. Міне қарасаңыздар, бізде материалды түсінігіміз 5-тен 4,5 теңгеде түсінікпіз. Сабақтың қызықтылығы 5-тен 5 болыпты. Сабақты ұйымдастыру сіздердің бағаларыңыз 5-тен 5 болыпты. Мысалдар мен тәжірибе 5-тен 4,8 болып тұр екен. Ал қиындық деңгейі 3,5 деген санды көрсетіп тұр. Яғни сіздерге сәл қиындау болған сияқты кейбір тапсырмалар. Жақсы. Пікірлеріңізге, қалдырған кері байланыстарыңызға көп рахмет. Оқушылар жинала берсеңіздер болады. Қолдарыңыздағы бағалау шкалаларында маған өткізіңіздер. Жақсы, онда менен ана жақта электрон сақталып тұр. Сол жақтан көре салып ойламаңыздар. Әкеле қойыңыздар. Жақсы, сабақтарыңызға бара қойыңыздар. Сіздер қыздар танысып кейдеріңізді астында Стоп.